Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Ақбота Кизет. Бүгін 31 желтоқсан, яғни жаңа жыл ертең бар. Яғни бүгін 2018-дің соңғы күні. Сіздерге 2019 жылы зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Бүгін жаңа жылдық дастарханға арнап мен көкек, яғни пирог пісіретін боламын. Ендеше кеттік. Міне достар, бізге ең алдымен 2 жұмыртқа керек, және қант керек болады, және де әрине ұн керек болады, ең бастысы, және разрешитель керек болады, және де оны салатын ыдыс осындай, және де оны бұлғайтын осындай не керек болады. Ендеше бастайық. Ең алдымен біз жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Жарып алайық. Жардық. Енді екіншісін жарамыз. Мінекей. Енді оған қант қосып, осы қанттың барлығын қосуымыз керек. 1 стакан қант яғни. Енді оларды араластырамыз. Бұл дәмді және тәтті болу үшін жаңағы қантты көптеп қосуымыз керек. Ол дәл солай 1 стакан қант қосуымыз керек 2 жұмыртқаға. Егер де сіздер көп пісіргілеріңіз келсе, немесе үлкендеу қылдырып пісіргілеріңіз келсе, 2-3 жұмыртқа қосуларыңызға да болады. Және де басқа жақтардағы дауыстарға мән бермей қойыңыздар. Енді негізі осы қоспамыздың бәрін араластырған кезінде бізде не болу керек? Қоймалжың болып шығу керек. Енді қант пен жұмыртқаны араластырдық. Енді оған разрешительді саламыз. Разрешитель ол 10 грамм, сондықтан 10 граммның барлығын қосамыз. Бізді разрешительден 10 грамм қосу керек. Кейбір үлкен разрешителдер болады 15 граммдық, бірақ біз 10 граммдық разрешитель қосамыз. Егер сіздерде 15 граммдық разрешитель болса, оның жартысын ғана қосыңыздар. Енді оларды тағы да араластырамыз. Разрешитель оны пісірген кезде көтеру үшін арналған. Оларды жақсылап араластыру керек. Енді ұн қосамыз. Ұн қостық. Енді ұнды да негізі 1 стакандай, бірақ та қоймалжың болып шыққанша ұн қоса береміз. Тағы да ұн қосамыз. Мінекей. Қоймалжың болып шығу керек. Егер де сіздер 1 стакан қант дегенде сіздер жарты стакан қант салсаңыздар, онда ол тым қоймалжың және жақсы пирог болып шықпауы да мүмкін. Бірақ та сондықтан неше деп айтты, сонша қосыңыздар. Енді менің қоймалжың болып шығып бара жатыр. Бірақ та тағы да біраз ұн қосайық. 1 стакан ұнды ең соң 1 стакан ұнның барлығын салуымыз керекпіз. Мен ұнның барлығын салдым. Мен араластырып алайын, тұратыңыздар. Міне біздің ұнымыз дайын болды. Міне қоймалжың, қою. Біз бұған сүт қоспаймыз. Қоймалжың болып шыққанша ұн қоса береміз. Біздің сонда
пирогымыздың қоспасы дайын болды. Енді оны арнайы духовканың ыдысына саламыз. Қазір мен алып келейін. Күте тұрыңыздар. Міне мен духовканың ыдысын алып келдім. Енді оған осындай қағазды салдық, оны майладым. Енді осы қоймалжың ұнымызды, қоспамызды соған саламыз. Салып алайын, тұра тұрыңыздар. Достар, міне біз оны ыдысқа салып алдық. Мінекей жаңағы духовканың табасына салып алдық. Енді оны пісірмейміз. Оны біз әлі пісірмейміз. Оны біз 20 минут духовкаға пісірмей жай салып қоямыз. Ендеше қазір салып келейік. Мінекей біздің духовкада дайын тұр. Ол әзірше үлкен духовка. Негізі бізде кішкентай духовка болған бар, бірақ та біз оны әзірше кішкентай духовкаға салып қоямыз. Енді оны 20 минутқа будильникке қойып қойдым міне. Бірақ та пісіріп тұрған жоқпын. Енді 20 минут күтейік. 20 минут. Мен 20 минут өткенше жаңағы жерімді, жаңағы пісірген жерімдегі қалған жаңағы жұмыртқаның ыдыстарын жинай берейін. 20 минуттан кейін кездескенше. Мінекей достар, будильник соғып жатыр. Будильник соқты. Демек 20 минут өтті. Енді біз оны мінекей 20 минут өтті. Енді біз оны пісіретін боламыз. Яғни оны бүйтіп асты-үсті деңгейге қоямыз да, ана 210 градусқа қоятын боламыз. Енді тағы да бір 15 минут күтеміз. Тағы да оны 15 минутқа будильникке қоямыз. Мінекей мен оны 15 минутқа будильникке қойдым. Енді 15 минутта кездескенше сабылыңыздар. Да, әзірше ғана қазір піседі ол. Да, қазір піседі. Бірнеше секундтан кейін. Мінекей достар, біздің неміз дайын болды, бірақ та оның ең асты ғана пісті. Енді үстіне қоямыз. Үстіне ауыстырайын деп жатырмын. Ой. Енді оны ауыстыратын боламын астына. Ой, үстіне ауыстырам. Достар, бұны пісірген кезінде ол мына сияқты керемет көтерілді, қараңыздаршы. Мінекей қараңыздаршы. Керемет көтерілді. Бірақ та әлі үсті піскен жоқ. Сондықтан ол өте қатты жұмсақтау болып тұр. Енді оны үстіне ауыстырамыз. Үстіне ауыстырғаннан кейін үсті піседі. Сосын ауданда пирог болып шығады. Енді оны тағы да 15 минутқа қоямыз. Енді тағы да 15 минут күтеміз. Мінекей достар, біздің тағы да 15 минутымыз өтті. Енді оны духовкадан шығарайық. Қазір тұра тұрыңыздар. Қазір мен оны шығарайын, күте тұрыңыздар. Мінекей достар, мен күшті болып шықты пирогым. Керемет көрініп тұр. Мен оны әлі алған жоқпын қазір тағы да. Достар, міне мен оны алып шықтым. Міне. Оның қағазынан суған кезде бірақ алу керек. Мен қазір дәмін көрейін. Оның дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең керемет менің жасаған пирогтардың ең дәмдісі деп айтуға да болады. Ең керемет пирог болып шықты. Бірақ оның қағазынан суған кезде бірақ алдыңыздар. Әйтпесе ол тағы да қағазына жабысып алынбай қалады. Міне
Сау болыңыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Пока.